Senin gözünden sezimdi görem, бақытқа толы кезімді көрем. Жараланғанда, жаным ауырғанда, сені менен dilем. Senin gözünden өмірді көрем, кіршіксіз таза кезімді көрем. Тек бір өзіңнен ғана сәуле көрем жаным, көрінбеген өзгеден. Жарық бердің жанға қараңғы, емдеп алдың ескі жарамды. Короче, мынау Заринаның болашақ Зәкеңнің но Зәкеңнің болашақ фигурасы, короче, осындай фигура болады. Еще кто вот это? Мынау кім еді анау? Герцогиня Сассекская ма? Как ее звали? Меган Фокс, короче. Фокс. Вот, короче, я в гостях у Зарины, у моей подружки со Астаны. В общем, шотландка пришла в гости к англичанке. Сори, Меган Фокс. Она у нас такая спортивная, что каждый день занимается спортом. Вот. Давайте. Да, я очень рада, когда первый раз приехала Роза. Мы с ней до 4 утра болтали. До 5, да? Вчера мы вспоминали всю нашу группу, смеялись. Обсуждали группу, да? И на стадии Казыбека мы нечаянно уснули. Ой, да. The king of third conditional. Казыбек, да. Пинч-панч-пинч. Джазлан! Короче, эти приколы только понятны нам. Ну, нам смешно. Камон, гайс, камон. Мынау Дарым қаласындағы кафедралға келіп тұрмыз. Өте үлкен. Мұнда кезінде Гарри Поттер сериал, да, или фильм? Да. Бұл жерде Гарри Поттер фильмін түсірген екен. Дарым қаласындағы осы кафедралда кезінде Гарри Поттер фильмі түсіріліпті. Мен оны көрмегенмін, сондықтан да білмеймін. Үйге барып көру керек болды енді. Өте ескі және өте үлкен кафедрал екен. Іші күшті, әдемі. Короче. Мне кажется, надо было здесь сфоткаться. Видео? Да, Сейчас опять. Привет. Өте әдемі тарихи жер екен. Бұған дейін мен андай үлкен кафедрал көрген жоқпын. Бірақ Зарина айтады, ең үлкені мүмкін Йорк қаласында шығар деп. Енді Йоркқа барамыз, иә? Бұйырса. Unfortunately. Классно так. Уютно. Надо подготовиться до приезда мамы, чтобы рассказывать. Это Yeah. речка такая-то.
Здесь утонул Шекспир. Шекспир утонул? Нет. Вот эта девушка постоянно врет. Ты чё, доча? Этот мост был построен в 13 веке. Да? В 1211 году. Да? Да. Честно? Нет. Короче, тут такая классная музыка. Классно, да? Мына жерде жәрмеңке болып жатыр, оказывается. Ты думала фотографии, да? Вот эта девушка, она мне купила вот это. Поэтому я ее снимаю. Я не особо так. Сейчас. Заке покашка. Рахмет. Мен қазір пойыздамын. Біз Ньюкасл трейн стейшнында тұрмыз. Ары қарай Эдинбургқа қарай жүреміз. 1102 LNR service to Edinburgh Waverley. Calling Berwick upon Tweed. There's like 6 acts, new songs. So like 2 new songs and stuff. Ньюкасл әдемі қала сияқты ғой. Былтыр менде таңдау болғанда, Ньюкаслда оқисың ба, әлде Эксетерде оқисың ба дегенде, тіл курсын мен Эксетерде таңдағанмын. Оған жалғыз себеп ол Эксетердің оңтүстікте орналасқандығы және сол себепті жылы болғанда болатын. Abby and I have gone out with do a lot of work with sponsorship, so you can sponsor a child and put them through school and give them healthcare. So that's what we did. So we're trying to get sponsorship for these kids. And now The kilt's actually quite heavy because it's made from about 10 yards material. So that's the front. That's the back. It's all fitted. So this is Oh, it's heavy. Mm. It's heavy. This is the Forbes. Is the family name for that one? it's quite heavy, it's a lot of material. So probably when I was a kid, when I had kilts, but now if I go to a wedding, that's what I wear. It's a kind of formal attire. So you can get you know, a black bow tie with it and a white shirt. I'll show you this as well because they're all thing a bit like. So you're sporting.
Right, so The man's purse. that goes at the front of your waist, and inside it you put your wallet. Have you got your iPhone? Oh, it's right. Right. It's called a ski and do. So you look that way, but you have like long socks on, and that's the one between you. So if you're right-handed, you can put your right side. Left-handed left side. Special. It's like in a way, is it one though? It's not. Oh, but it's just part of But, so if I go to like a business function in England, I wear my coat sometimes, and a lot of them are quite fast with them, so what's the knife for? That's good stuff. You can't take it on the plane with you anymore, but it's How old is she then? That was 3 years ago, so that was when she was 9. Okay. Oh, Jess. Jess. Lovely. Yeah, so got a desk, my bed, cupboards, drawers. Yeah. Lovely. This is a roof, yes? Cool. And Like a princess, like your this one. yeah. Mirror. And this is our hallway that we sometimes like on the couch that folds out into a bed. And then got our bathroom as well. I'll show you the room. It's like a copy of Jessica's. But Okay. Just different colours. Ooh. Roughly the same thing. Abby is a bit bigger, so it's a bit different over here. Do you play guitar? a little bit, yeah, for you. She's really good in music. Can you show us your like? Is it ukulele or just guitar? That's a guitar and this is a ukulele. I've got two ukuleles. Ukulele? It has 6 strings and this one only has 4. I'm better with ukulele though. Yeah. Can you please play something? Ooh. Thank you very much. Oh, thank you. Менен университеттің сайтынан сұхбат алды. Бұрын мен егер Қазақстанда өзім басқалардан сұхбат алып жүгіріп жүретін болсам, бүгінен орнымыз ауысты, менен шағын сауалнама алды, және мені суретке түсіріп алды. Өйткені осы жердегі сайтты жасайтын қызметкерлерге international студенттердің пікірі маңызды, олардың осы жақтағы экспириенсі, тәжірибесі, қалай үйреністі, қандай нәрселерден қиналды сабақ барысында, соның бәрін сұрап жазып алды. Және де болашақта келетін басқа international студенттерге қандай кеңес бересіз деп сөйтіп айтты маған. Мен енді барынша жауап бердім. Бұйырса оны біздің университеттің сайтына жариялайды. Соған келіп, қазір сұхбаттан қайтып бара жатырмын. Өзің біреуден сұхбат алғанда ол білінбейді, бірақ біреу сенен алса, оның үстіне ағылшын тілінде сұрақтар қойса, бір кішкене бойыңда бір қобалжу бола ма? Әлде ұяласың ба? Сондай бір нәрсе. Кеше менен шағын сұхбат алған қыз Эшли маған осы сілтемені жіберді. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, университеттің сайтында менің шағын сұхбатымды жариялапты. Мен бұл жерде Media and Communication мамандығында оқимын. Менің тәжірибем туралы, осы университетті неліктен таңдағаным туралы, сабақ барысында қандай қиыншылықтар болды, және мен оларды қалай жеңдім, солар туралы сұрады. Осы бір айта кетерлігі, мен бұл сұхбатқа арнайы мені алыңыздаршы деп жүгірген жоқпын. Бірден айтайын, ондай ой жоқ.
алғаш осы жаққа келген кезде бұл кісілер сол поштаға бір сауалнама жіберіпті, соны толтырғанмын. Мен ол не үшін қажет екенін түсінген жоқпын. Сөйтсем бұлар осылай интернешнл студенттерден шағын сұхбат алып сайтқа жариялайды екен. Принесли тебе уже. Так, как классно тут у нас. Біздің қыздар суретке түсіп жатыр. Ас болсын. Мен соңғы кезде мынау Даунтон Аббей деген сериалға әбден отырып алдым десем болады. Өзім неге сериалды онша жақсы көрмейтін едім, бірақ осы сериалды қалай бастап кеткенімді білмеймін. Осыны көріп жатырмын. Бұны тегін көруге болады. Мына сайттан көрініп тұр ма? english-films.com. Мен Аббатство Даунтон деген сериалды әйтеуір аяқтай алдым. Мынау сол сериалдың басты кейіпкерлері. 6 маусымын қарап тастадым бір айдың ішінде. Қызығып кеткенім соншалық. Содан не дейсіздер ғой? Бұл Аббатство Даунтон қалай еді? Рейдинг қаласына жақын жерде, қысқасы мынадай әдемі Хайкле деген қасылда түсірілген. Бұл ежелгі графтар тұрған, шынымен бұрыннан келе жатқан тарихи қасыл. Енді сол мен мына сериалдың қызды әсерімен осы қасылға тур жасайтын сайтты тауып алдым. Яғни осы сайтқа барып, мысалға мына күндер қазір бос екен, мына күндер осыларды таңдап, қай уақыт екенін таңдап, мысалға сөйтіп баруға да болады екен. Бірақ ең арзан деген билет 53 паунд тұрады екен. In terms of efficacy, this can appeal to me. And also I can tell people I know, hey, you know what? When Clinton failed as the Secretary of State, the message doesn't build, but yeah, so this is fear appeal.